Сәлем достар, ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы баршаңызға құтты болсын. Наурыз әр шаңыраққа береке байлық алып келсін. Жыл басы Наурыз мейрамы жақындағанда әрбір үйде келер жылға молшылық пен тоқшылықтың және ырыс пен құт берекенің жұралғысы ретінде міндетті түрде Наурыз көже пісіріледі. Бүгін мен де сіздермен өзімнің Наурыз көже жасау нұсқаммен бөлісетін боламын. Ендеше менімен бірге видеоны соңына дейін мұқият қарап, бірге болыңыздар. Алдымен көжені дайындау үшін қазанымызды отқа қойып, су құямыз. Су Наурыз көженің ең негізгі компоненті болып табылады. Бұл өмір өзен, келешек ұрпақ өрбіп, судай тасып көбейе берсін деген мағынаны білдіреді. Келесі сүрленген етпен қазаны жақсылап жуып, қазандағы суға саламыз. Ет қазақ халқының сүйіп жейтін тағамдарының бірі. Дастарханның сәнін келтіретін бұл ет ас мол болсын деген ырыммен қосылады. Дәстүр бойынша Наурыз көже 7 түрлі дәмнен дайындалады. Тақсаны сақталып, қосатын заттар көбейтіле беріледі. Қазанға етімізді жақсылап орналастырып, тағы да су құямыз. Қақпағын жапқанда бір шетін ашып қойып, қайнағанын күтеміз. Жұмсарып тұру үшін 3 сағат бұрын жүгері, фасоль және арпаны суға салып қойдым. Қазандағы еттің суы қайнауға жақын қалғанда бетіндегі көбігін аламыз. Көбігін алып болып, қазан қайнаған кезде отын басып, ет піскенше жай отта 2 сағаттай қайнатамыз. Арасында еттің бір қалыпты қайнаған қадағалап тұруымыз керек. Жай отта жай қайнау керек. Менде қазымен сүрленген сиыр еті татымды тұздалған екен. Сондықтан сорпаға, яғни көжеге тұз салудың қажеті болмады. Сіздер де тұз саларда бірінші сорпаның дәмін көріп салыңыздар. Қазандағы етіміз дайын болам дегенше қалған дәнді дақылдардың үстіне ыстық су құйып жібітіп қоямыз. Мінеки арада 2 сағат өтіп, қайнап піскен етті қазаннан сүзіп аламыз. Бөлек ыдысқа салып, суытып қоямыз. Сорпасын сүзекінің көмегімен 2 қайтара сүзіп аламыз да үстіне қайнаған судан құямыз. Енді дәнді дақылдарды шетінен сала бастаймыз. Бірінші жүгеріні саламыз. Екінші арпаны саламыз. Келесі қызыл фасольді саламыз. Одан кейін бидайды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Дәнді дақылдардың негізгі бір тамырдан өсіп өнгені секілді ұрпағымыз жайылып көбейсін, өсіп өнсін деген мағынаны білдіреді. Алдын ала жібіп тұрған барлық дәндерді 10 минут қана қайнатамыз. 10 минут қайнағаннан кейін қалған дәндерді саламыз. Ақ бұршақты саламыз. Машты саламыз. Және күрішті саламыз. Одан кейін қолдан кесілген кеспені саламыз. Кеспе салу міндетті емес. Мен көженің дәмін келтіру үшін кеспені саламын. Тағы 10 минут қайнатып, дәнді дақылдардың соңғысы тарыны жуып бірден сала береміз. Келесі құрттың үстіне көженің сорпасынан құйып, езіп аламыз да көженің үстіне құямыз. Құрт Наурыз көженің дәмін келтіріп, сән береді және өте пайдалы тағам. Енді кепкен қара мейізді жуып саламыз. Мейіз көжемізге ерекше дәм береді. Барлығын жақсылап араластырамыз. Достар, Наурыз көженің құрамын төменге қалдыратын боламын. Қалауыңызша азайтып немесе көбейтіп жасай аласыздар. Енді піскен етімізді ұсақтап турап аламыз.
Туралған етті көженің үстіне салып, барлығын жақсылап араластырып, астындағы отты сөндіреміз. Сәл демін басқанша арасында қазыны да турап қоямыз. Көжені үлкендеу ыдысқа құйып алып суытамыз, кейін үстіне ағарған айранды құямыз. Қазақ ағарған тағам түрлерін ежелден қасиетті деп есептеп бағалаған. Сол себепті наурыз көжеге сүт немесе айран қосылады. Мұның негізінде сүтте үйіп отырайық, іргеміз берік болсын деген ниет жатыр. Және көжені құйып берудің өзіне үлкен мән берген. Әдетте көжені ыдысқа толтырып құйып береді, бұл несібеміз ортаймасын, дәм тұзымыз мол болсын деген мағынаны білдіреді. Құйылған көжені тауысып ішу әркімнің міндеті, себебі берілген ырзықты қалдырмай ішу жақсылықтың бастауы болған. Наурыз көжені тойып ішкен адам жыл бойына молшылық пен тоқшылықта болады делінген. Достар, видео рецепт ұнаса төменге пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар және арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда әлі керемет рецепттермен бөлісетін боламын.